Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Сіздермен бірге Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Избасарова Жанат Мұқтыбаевна. Бүгінгі өтетін сабағымыз информатика пәні. Сабағымыздың тақырыбы бір кестелі деректер қорын құру. Бұл сабақта біз атсыз деректер қорымен жұмыс жасаймыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты студенттерге Microsoft Access бағдарламасында бір кестелі деректер қорын құруды үйрету. Ең алдымен деректер қоры ұғымына сипаттама берсек, деректер қоры дегеніміз үлкен көлемді мәліметтерді сақтау, өңдеу және іздеу үшін арналған арнайы бағдарламалар. Қандай да бір тасушыда, мысалы қағазда, кинотаспада, магниттік дискіде сақталған арнайы ұйымдастырылған деректердің жиынтығын деректер қоры деп түсінуге болады. Microsoft Access деректер қорын құруға арналған бағдарлама. Microsoft Access'те file.mdb кеңейтілуімен құрылады және сол файл деректер қоры деп аталады. Егер деректер қоры бір ғана кестеден тұратын болса, онда ол бір кестелі деп аталады. Егер деректер қоры екі және одан да көп кестеден тұратын болса, онда ол көп кестелі деп аталады. Экранда Microsoft Access'тің стандартты терезесі көрсетілген. Microsoft Access'тің негізгі объектілеріне тоқталайық. Олар кестелер, сұраныстар, формалар, есеп беру, макростар және модульдер. Microsoft Access'те бүкіл ақпарат кестелерде беріледі. Кесте жазулар жиынтығы болып табылады. Форма берілгендерді экраннан енгізуді жеңілдету үшін дайындалған бланк. Форманы кесте негізінде құрып, оған өзгерістер енгізуге болады. Бұл кезде өзгерістер автоматты түрде кестеге де енгізіліп қойылады. Форма құрудың үш тәсілі бар: автоформа, формалар шебері және қолдан құру. Сұраныстар толтырылған деректер базасымен жұмыс жасауға арналған негізгі объект. Деректерді өзгерту, таңдау және талдау құралы болып табылады. Есеп қарауға қолайлы түрде кестелер мен сұраныстардан қорытынды мәліметтерді бейнелеу үшін қызмет етеді, яғни мәліметтерді баспадан шығаруға арналған. Microsoft Access'те кестелер құрудың үш түрі бар. Біріншісі кесте режимі арқылы, екіншісі кестені шаблондар арқылы құру және үшіншісі конструктор көмегімен құру. Экранда кесте құрудың үш әдісі көрсетілген. Келесі зертханалық жұмысқа назар аударайық. Бірінші тапсырма. Access бағдарламасының көмегімен топ студенттерінің мәліметтер қорын құру қажет. Экранда көрсетілген қадамдарды орындай отырып, жаңа мәліметтер қорын құрамыз. Конструктор режимінде кесте құрамыз. Содан соң сол кестені толтыру қажет. Экранда көрсетілген суретте форманың түрі көрсетілген. Сұраныс құрудың түрлі тәсілдері бар: фильтрлеу, қарапайым сұраныс шебері, сұраныс конструкторы. Қарапайым сұраныс кестеден немесе байланысты кестелерден таңдалған өрістер бойынша құрылатын нәтижелік кесте. Сұраныс шеберінің көмегімен қарапайым сұраныс құруға болады. Мысалы, негізгі кестеден грантта оқитын студенттер тізімін бөліп алу қажет. Ол үшін создание мәзірінен мастер запросов батырмасын басып, оның ішінен простой запрос батырмасын басып, ашылған терезеден қажетті өрістер таңдау қажет. Экранда қарапайым сұраныс құруға мысал көрсетілген.
Осы қадамдарды орындағаннан соң, окей батырмасын басқанда бізге қажет грантта оқитын студенттердің тізімі шығады. Құрметті білім алушылар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақтан көптеген қызықты мәліметтер алдыңыздар деп ойлаймын.